Қызық па? Иә. Бұның қалай жұмыс істейтінін айтайын ба? Иә. Кеттік. Төрлет. Бұл қандай жер? Бұл сен сияқты ақмақ, аңқау адамдарды алдайтын жер. Досым, мына балаға түсіндірші. Егер ол өз картасын бізге жалға берсе, не болады екен? Алдымен біз оған картаңа ақша түседі деп айтамыз. Сосын ол ақшаны басқа шоттарға аударуын сұраймыз. Сол үшін ол өзінің пайызын алады. Түсіндің бе? Мысалы, саған 100 000 теңге түсті. 90 000 сен бізге жібересің де, 10 000 теңгені өзіне қалдырасың. Жақсы ол. Иә, жақсы. Бізге де жақсы. Өйткені ертең полиция бізде емес, сені іздейді. Сосын түрмеге сені қамайды. Неге мені? Өйткені бүкіл алданған адамдардың ақшасы сенің картаңа түседі. Сосын полиция ақша түскен шотты анықтайды. А ол шот кімдікі? Менікі ма? Иә, бірақ ол мұны түсінгенде тым кеш болады. Ақшаны заңсыз жолмен жымқыру немесе қылмысқа қатысы бар деген баппен түрмеге отырады. Аға тоқтаңдаршы аға! Мен ештеңе істеген жоқпын! Мен сыбайлас емес бұл аға! Аға тоқтаңдаршы! Тыңдаңдаршы! Аға!